жиі еститінбіз. Ол әңгімелердің көбі жақсы, тұшымды, иманды әңгімелер болатын. Бірақ баспа бетін көрген, газет журналдарда жарияланған мақалалар да, не кітаптар да атымен жоқ болатын. Содан 1997 жылы иманды болсын қаланың екі журналист Тәжназар Шәріқұлов екеуміз Оразмағамбет атты кітап жаздық. Ондағы мақсатымыз соңғы жылдарда газет журнал бетінде жарияланған материалдарды жинақтап бір жерге топтастыру еді. Себебі Оразмағамбет туралы көлемді еңбек жазамын деушілерге пайдасына жарар деп, сол кезде біздің қолымызға түскен материалдарды осы кітапқа енгіздік. Сахар тауынан Оразмағамбеттің өз кітапханасынан көптеген кітаптардың табылуына орай 1990 жылы Оразмағамбеттің Иран елінде тұратын ұлы Мұхамбеттің өз қаражатына футбол командасын алып Қазақстанға келуіне байланысты біраз жайларды қамтитын Қабиболла Сыдықов пен Аманқос мектептегінің көлемді мақалалары, архив материалдарынан Әбілқайыр Спанның зерттеулері, оның еңбектеріне деген халықтың белсенділігін туғызды. Ұзақ жылдар жеті құлыптың ар жағында жатқан Оразмағамбет туралы ауыз аштырмайтын заман да өтті. Сол заманда Жарылғап Жұбанов деген азамат Москваға, Кремльге хат жазып, Оразмағамбетке іздеу жариялады. Екінші бір зиялы азамат Сұлтан Балқаев шетелде тұратын қазақтар арасында тарайтын біздің отан Шалқар газетіне мақала жазып, оның атын әйгіледі. Алғашқы білімін әкесі Тұрмағамбеттен бастаған болашақ ғалым, кейін Бұхараға, Түркияға, Үндістанға білім сапарына аттанады. Заманында дамыған ірі орталықтардан білім алған ол, өз дәуірінің ең білімдар тұлғасы болып қалыптасты. Елімізде Оразмағамбеттің замандастары Қырымқұл, Әбді ақын, Шоңай, Шайқы ақын, Вәли Нұрбияз ақын сияқты білімді зиялы тұлғалар ұрпаққа қызмет жасады. Ислам дінінің талаптарын халықтың арасына кеңінен таратты, еліне сүйеу болды. Мен де Оразмағамбет атамыз Жаңаөзен қаласында аталып өткен 110 жылдық, 120 жылдық мерейтойларына баяндама жасап, Қызылсу басындағы баба мұраларын көріп, қазақ елінің тарихындағы дәрігер ғалымдардың зерттеу еңбектеріне Оразмағамбет Тұрмағамбетұлының атын қостырып, атқарған қызметтері туралы мәліметтер бердім. Яғни бір сөзбен айтқанда, шама шарқын келгенше қызмет жасадым. Марқұм Құрман Игібаев Оразмағамбетов атындағы колледждің директоры, сол кездегі қала әкімі Жалғас Бабаханов сияқты ел азаматтары үлкен қолдау көрсетті. Сол ұлы адамның аруағын ұлықтап, есімін бүгінгі ұрпақтың жадында сақтау үшін еңбек еттік. Менің ұғымымда зерттеу жұмыстарында Оразмағамбет ірі ғалым, геолог, үлкен ағартушы, атақты дәрігер. Бұл кісінің ғылымдағы еңбектері орыс ғалымдарымен тікелей байланысты. Өткен ғасырдың 10-30 жылдары арасында Маңғыстау өңірін зерттеген ғалым Андрусов 1897-1918 жылдар арасында өңірде кен байлықтың көзі бар екендігін анықтаған. Одан кейін Андрусовтың шәкірті Байронос Оразмағамбетпен танысып, екі ғалым достасып кетеді. Сөйтіп 3 жыл қатарынан Маңғыстауға келіп, түбек байлығын бірге зерттейді. Одан кейін оның шәкірті Лубковта байланысын үзген жоқ. Санкт-Петербургтағы ғылыми зерттеу орталығына Орекең өзін толғандырған минералдардың үлгілерін жіберіп тұрған. Байроносовтың шәкірті көрнекті совет ғалымы, геология, минералогия ғылымының кандидаты Лубков былай деп жазады. 1928 жылы, ол кезде мен 24 жаста едім. Байроносовтың геологиялық отрядына прораб қызметін атқардым. Біз маңғышлақта жұмыс істедік.
Форт Александровскіден қазіргі Форт Шевченко біздің отряд ат пен түйемен Қаратауға қарай жылжыды. Қаратауды жағалап Қызылсуға барып аялдауды ұйғардық. Жанымызға орта жастағы, орта бойлы, толықша, сақал мұрты жоқ кісі келді. Ол өте әңгімешіл және орыс тілін тәуір білетін болып шықты. Бұл ғалымдар келді дегенді ести сала, бізді қонаққа шақыра келген Оразмағамбет Тұрмағамбетов екен. Шай үстінде әзіл айтып, көңіл көтерумен қатар өзінің түбек байлығын ашуға құштар екенін айтты. Бізге Үндістанда араб тілінде басылған кітаптарды көрсетті. Кітап авторлары маған белгісіз. Тұрмағамбетов өзі ашқан жаңалықтарын және Баянауылға кен барау деген тұстарды айтып берді. Оларды картаға түсірді. Bir кезекте сапарға шығар алдында Оразмағамбет Баянауылға қоңыр семіз атты сыйға таратты. Ал 1929 жыл келгенде Баянауыл соған радиохабарды сыйлады. 1933 жылы екі дос Маңғыстаудың Қанға Баба жерінде кездесті. Оразмағамбет Баянауыл арқылы Правда газетін алдырып оқитын. Оразмағамбеттің ұстаздығы туған жердің балаларын оқытуы шетелде білім алып келгеннен кейін Қызылсу елді мекенінде Ащағардың жағасында жергілікті құрылыс материалдарын пайдаланып 1928 жылдары салынған мешітте жалғасты. Бұл мектепті Форт Шевченко қаласынан Өтес Қарабалаев деген оқытушыны алып, екеуі 20 шақты жасты оқытқан. Оразмағамбет мектебінен білім алған жастардың біразына шолу жасайды екен. Ұстаз Шымыр Назаржан, елдің әйгілі тұлғасы Сәйдін Тұңғышев жақсы пікірлер қалдырған. Жарылған Тасқарай кейін мектеп директоры болды. Bir назар Өтешев Красноярск қаласындағы нөмір 3 қазақ орта мектебінде директорлық қызмет атқарған. Сондай-ақ Мұхан Алакөл, Иманжан Мәтчан, Абат Мұхамбетқазиев, Жәнәбіл, Сейіт Оразбаевтар, Асан Атағұлов, Сарбай Елеу өмірлерінің соңғы күндеріне дейін абыроймен еліне қызмет істеген азаматтар. Оның мектебінде балаларына байдың баласы, жарлының баласы деп бөлмейтін, бәріне ортақ толық білім берілетін. Ол мектептің оқушыларының арасынан латын, кириллица әріптеріне бейімделіп, заманында ұжым басқарған, елдің қажетіне қараған көптеген тұлғалар шыққан. Халықтың арасында оның емші дәрігерлігі туралы көптеген әңгімелер айтылады. Хал үстінде жатқан, өлімнің аузында тұрған талай жандарды емдеп, белсенді өмірдегі оралтқан. Шөппен түрлі жан-жануарлармен емдеу практикасында болған. Bir сапарда оның досы Баянауыл қатты науқастанып өлімші болады. Оразмағамбет жерді қаздырып, ішіне от жағып қыздырады. Жаңа сойылған малдың терісіне орап, сол қозға салып терлетеді. Ыссы сорпаменен шөлін қандырып, ұйықтатады. Ертесі күн таңертең досы құлан ет сауып алып, оған былай деген екен. Ай Оразмағамбет, сен дәрігерсің ғой. Сен болмағанда бүгін менің қайда жатарым? Топырақтың асты ма үстіме белгісіз еді ғой, деп өзінің ризашылығын білдірген екен. Осындай жағдайлар оның өмірінде көп болған. Красноярск қаласының қазіргі Түркменбашы нөмір 7 поселкесінде тұратын еңбек ардагері Көлбай Айшанов қария Оразмағамбеттің сол кездегі білікті дәрігер болған жайында тереңінен әңгімелейді. Өн бойым тесіліп, мерез аурумен қатты ауырдым. Тіпті жарық дүниемен торықтым. Bir күні Оразмағамбет келіп мені көрді де 2 ай емдеп жазды. Содан әлі дейін денім сау, күшті ауруға душар болған көбесі аншылықты да, басқа көптеген адамдардың да Оразмағамбеттің шипалы емінен кейін айығып кеткенін көзіммен көрдім дейді. Bir сөзбен қорыта айтқанда, Сталиндік жаналғыш машинаның оттығына түсіп,
өнделіп кеткен есіл азамат, қарымды қайраткер, білімдар тұлған, азаттың талай құқайын көрді. Өмірі өкінішпен өтті. Тәуелсіздік алған Қазақстан арманда кеткен азаматтарын қадірлеп, қастерлеп, бүгінгі жаңа ұрпаққа таныстырып жатыр. Қасиетті Оразмағамбет туралы талай повестер, романдар жазып, ірі полотно туындылар өмірге келетініне сенімім мол. Елі барда ел есімі жоғалмайды.